тегін. Еліміздің түкпір-түкпірінде бүгін түрлі шаралар өтіп жатыр. Ал біздің әріптесіміз Жандос кино әлемінен қандай жаңалықтар жинапты, бірге тыңдайық. Жандос, қайырлы таң. Қайырлы таң. Қош келдің. Қандай жаңалықтар бар бізде спорт жаңалықтарында? Кино жаңалықтар. Кино жаңалықтар, әдеттегідей. Қазір алдағы бір минут бойы танысып боламыз. Сөз тізгіні өзінде. Мархабат. Бірде Альберт Эйнштейн дейтін ғалымыңыз Чарли Чаплинге хат жазыпты. Сіздің фильмдеріңізді сүйіп көремін, керемет талантты адамсыз. Сізді және сіздің фильмдеріңізді әлем мойындайды деп. Сонда Чаплин оған былай деп жауап беріпті. Сіздің салыстырмалы теорияңыз әлемді ешкім түсінбейді, бірақ бәрібір менен де ұлы адамсыз деп. Ендеше біз ешкім түсінбейтін, бірақ мойындайтын салыстырмалы теорияны емес, екінің бірі көретін салыстырмалы түрде футболдан да атақты саналатын кино тақырыбында бірер минут сөйлейтін боламыз. Ендеше кеттік. Америкалық кинооператорлар қоғамы осы ұйымның бір ғасырлық мерейтойы құрметіне өткен 100 жылдықтың ең үздік 100 фильмінің тізімін жариялады. Бұл тізімді құрудағы мақсат операторлардың әлемдік кино өндіріне тигізген ықпалымен ел есіне тағы бір түсіп қою. Себебі кино дегенде алдымен режиссер, сценарист, кейін онда ойнаған актерлар деп жатамыз, ал кадр сыртындағы оператор, дыбыс режиссері, жарық қоюшы, суретші секілді мамандық иелері көп жағдайда марапаттан да мақтаннан да тыс қалып жатады. Америкалық кинооператорлар қоғамы ұсынған 100 фильмнің басты ерекшелігі мұндағы әлемдік картиналардың дені операторлық жұмыс бойынша үздік деп танылып, мыңдармен мойындалған туындылар. Ендеше тізімнің басындағы аравиялық Лоуренстен бастап Азамат Кейн немесе Өкіл әке 2001 космостық Одиссея секілді бірқатар классикалық фильмдер көрермен жадында тағы бір жаңғырып, кинооператорлық өнерге басқа қырынан қарауға сеп болады дей аламыз. 2019 жылғы премьералар қатарында ремейктер мен сиквелдердің қарасы көбейіп тұр. Бұл тенденцияның бір себебі ретінде қаржылық мақсатты алға қоюға болатын шығар. Дегенмен мамандар өткен фильмдерді қайта жаңғыртудың астарында немесе бірнеше серияға жалғастырудың астарында идеялық сценаристік дағдарыстың белең алғанын да жоққа шығармайды. 36 сюжеттік фабула берерін беріп болды ма, әлде жер бетінде сценаристер мен креатив жандардың саны азайды ма? Әйтеуір соңғы жылдары ремейктер мен оқиғаның жалғасын түсіру секілді әрекеттер көбейді. Мысалы, Арыстан патша мультфильм немесе әйгілі Роккидің табысын қайталағысы келетін Крид 2, Қара киімді адамдар, Икс адамдар, Терминатор. Енді айта берсе, бұл тізімнің соңы тым ұзақ. Осылардың ішінде Фендандо порталындағы рейтингтің көш басында тұрған Marvel компаниясының Кек алғыштар 4 фильмі көрерменге көп уәде беріп отыр. Кинокомикстің алғашқы трейлерінің өзі 300 миллионнан астам көрілген. Ертеге сенетін экшн сахналардан шабыт алатын киномандардың қарасы, яғни қарқынын өзіңізде байқаған шығарсыз. Демек, сұраныс бар, ұсыныс қайда қашсын. Ұсыныс демекші, балаларға кино көрсету арқылы дүкендегі ойыншықты қыруар қаржыға сатуға әуестенген мейджорлардың биыл тағы да бір қалтасы қампайғалы отыр. Әңгіме Легоның екінші бөлігі туралы. Бұл фильмнің тұсаукесері ақпан айына жоспарлануда. Легоны көріп алып, екі есе шабытпен Марвин дүкендеріне асықатын жас конструкторлардың тағаты таусылуға шақ қалып еді. Warner Brothers компаниясы кішкентай клиенттер үшін, нақтырақ олардың ата-анасының қалтасы үшін осы фильмді бір жыл бойы дайындап, енді міне қазір кішкене шыдай тұрыңдар балақайлар деп отыр. Ойыншық тақырыбы 20 маусымнан бастап ойыншықтар оқиғасында оның 4-ші бөлімінде жалғасын таппақ. Аталған мультфраншиза кейінгі сериялары әуелгі бөліктерінен әлде қайда жақсы шығатынымен көрермен алдында аса құрметті саналады. Режиссер Джош Кулидің бұл туындысы да осы үрдістен жаңылмайды деп сенеміз. Осы тұста фильмнен сериалға ауыссақ деп отырмыз. Биыл сериал сүйер қауымды біршама қызық премьера күтіп тұр. Кейбір басталып та кетті. Көптің көңілінен де, көгілдір планшетінің бетінен де түспей тұрған нағыз детектив сериалының 3-ші маусымы 13-ші қаңтарда жарыққа шықты. Бұл өздеріңіз білетін екі детективтің жұмбақ пен қайшылыққа толы қылмыстық істі зерттеуін баяндайтын сериал. Енді сериал деуге бола ма, айтыңдаршы, фильмдейін артында фанат қалдырған дейтін теңеуге лайық бұл шоуды біз күткелі 2 жыл. Жаңа эпизодтың қоюшы режиссерінің қатарында автордың өзі Ник Пиццалотто мен онымен қоса мына режиссерлік креслоға доктор Хаусты жасаған Денер Саққайым және жасыл бөлме секілді хоррор түсіріп, момын халықты қорқытуға дәндеп алған Джереми Солнеді сыйысыпты. Ал осы жолғы екі детективтің бірі Махершали Али мен Стивен Дорф ойнаған екен. Оқиға Озарк өзенінің жағасында болған жұмбақ өлімді зерттеу төңірегінде өрбиді. 2011 жылдың көктемінен бастап жер бетінде миллиондаған фанаттарын 7 маусым бойы шымшытырық сюжет, ерекше кейіпкерлермен тәнті етіп келген Тақтар ойының 8-ші, яғни соңғы маусымы 14 сәуірде көрерменмен қауышады. Қазірдің өзінде ел арасында гу-гу әңгімеге сеп болған ТВ-шоудың ендігі желісі қалай болады? Кім өліп, кім қалады дейтін сұрақ түрлі форумдарда қызу талқыланып жатыр. Шоураннер Дэвид Бенниофтың айтуынша, соңғы маусымдағы оқиға желісі
Старктардың отаны Винтерфилде басталады. Дейнеристің әскерімен Старк әулеті бір мәмілеге тоқтап, солтүстіктен келе жатқан қауіп-қатер, яғни өлілердің әскерімен соғысуға уағдаласады. Осы шайқастың нәтижесі күллі Вестеростың тағдырын шешеді-міс. Сондай-ақ бас кейіпкерлері бала болғанымен оқиға желісі үлкендердің де үрейін алып, миына салмақ салатын біртүрлі жайттар сериалы әне-міне монтаж үстелінен босап шығып, көрерменмен қауышқалы тұр. Netflix арнасы жариялаған қысқа роликте релиздің мерзімі 4 шілде деп көрсетілген. 3 маусымның сюжеті туралы анық мәлімет жоқ, өйткені жасаушылар аяғына дейін интрига ұстауға мықтап бекінген секілді. Тек белгілісі оқиға желісі Старкурт сауда орталығымен байланысты болады. Тағы бір инфо, жаңа бөлімдерде көз таныс кейіпкерлермен қатар тыңнан қосылған қатысушылар да аз болмайды секілді. Бүгінгі осы? Рахмет, Жандос. Өзімізге қажетті тың ақпараттардың барлығын ерткен міндетті түрде барамыз. Қанық болдық, ал дәл қазір қымбатты